Байырғы таным бойынша халық ауадағы, бұлт ішіндегі айқыш-ұйқыш шарқылды найзағай деп, ал жайды оның оғы деп түсінген. Аса қауіпті қорқынышты нәрселерді халық әртүрлі атпен атау дәстүрімен байланысты. Жай түсу құбылысын көк соқты, жасыл түсті деп айтқан. Мұндағы көк соқты деген сөз көк тәңірінің оғы соқты деген сөз тізбегінің ықшамдалған түрі. Ал жасыл түсті найзағай жарқылының жасыл болып көрінуімен байланысты айтылғаны аңғарылады. Ал жай деген атау түп қазақ тілінде, көне түркі тілінде жақ, оқ, садақ деген мағынаны білдірген. Жай және найзағай туралы көп естідік, көп көрдік. Ал шар найзағай жайлы естуіңіз немесе көруіңіз бар ма? Шар найзағай біздің планетамыздағы ең жұмбақ және аз зерттелген құбылыстардың бірі. Бұл жаңбыр кезінде пайда болып, есіктердің қуысынан немесе терезеден өтіп, қауіп төндіруі мүмкін ғажайып және жұмбақ құбылыс. Оның пайда болуының мыңдаған теориялары бар, және олардың ешқайсысы ғалымдар тарапынан дәлелденбеген. Бұл мистикалық табиғи жұмбақтың түсініктемесі бар ма? Менің білетінім бір, егер адам немесе кез келген басқа тіршілік иесі жақын жерде шар найзағайға тап болса, аман қалу екіталай. Кейбіреулер мұның барлығы біздің қиялымыздан туындаған деп, тіпті оны жоққа шығарып та жатады. 20-21 ғасырларда ғалымдар бұл құбылысты белсенді түрде зерттей бастады. Олар шар найзағай жағдайларының жартысы найзағай кезінде магнит өрісінен туындаған галлюцинациялар екенін анықтады. Бірақ олар шар найзағайдың бар екендігін толығымен жоққа шығара алмады. Бұл құбылыстың бар екендігімен келісіп, бір күні оны тіркей алды. Бұл оқиға Қытайда болды. Зерттеушілер 2012 жылы найзағайдың әрекетін спектрометрлік бейне камералар арқылы зерттеген болатын. Сол кезде әдеттегі найзағай түскен жерде шар пайда болғанын көрді. Ол көлденеңнен шамамен 10 метрдей ұшып жоғалып кетті. Спектрометр шардың кремний, темір, кальций және тағы басқа заттардан тұратындығын көрсеткен. Егер ол шынайы болса, оның табиғаты қандай? Шар найзағайдың пайда болу мүмкіндігі туралы бірнеше теориялар бар. Найзағайдың жерге соғуы нәтижесінде оттегі мен топырақтан буланған элементтер дөңгелек энергия шоғыры түрінде реакция тудырады. Бұл 2012 жылы спектрометрдің жердегі кальцийдің домалақ найзағай құрамында болуын түсіндіреді. Басқа теорияға сәйкес, мұндай шарлар шыны мен әйнектерден пайда болады. Атмосфералық иондар әйнектің бетіне жиналып, электр өрісін тудырады. Найзағаймен бірге өрістер домалақ найзағайға айналады. Сондықтан шардың ғимараттардың терезесінен кіріп, немесе шығып жүрген туралы көптеген дәлелдер бар. 2016 жылы ғалымдар найзағайдың жерге ұрған кезде плазмалық көпіршікке айналатын микротолқынды сәулеленудің пайда болатынына назар аударды. Ол дөңгелек пішінді қабылдайды және ауада бірнеше секунд қалықтап жүреді. Жер сілкінісі де домалақ найзағайды тудыруы мүмкін. Жер асты дүмпулері кезінде жер қыртысының тереңдігінен жарық жыпылықтайды. Бұл құбылыс та найзағай сияқты, тек ол жерден шығады. Олардың кейбіреулері қалқымалы көк шарлар сияқты көрінуі мүмкін. 2014 жылы ғалымдар жер сілкінісінің ошақтарын зерттеп, сейсмикалық соққылар кезінде кейбір тау жыныстары электр разрядтарын тудыратынын анықтады. Менің ойымша, бір күні ғалымдар бұл күрделі құбылыстың сырын ашып қана қоймай, оны адамзаттың игілігі үшін пайдалануды үйренеді. Шар найзағайларды өнеркәсіпте қолдану, салмағы 100 килограмм болатын үлкен аккумуляторларды пайдаланбай-ақ, 100 шақырымды жүре алатын электр көліктерін, яғни электромобильдерді жасауға мүмкіндік береді. Шар найзағайдың құпиясы біздің өзімізге таныс және туған планетамыздың қаншалықты жұмбақ екенін еске салады. Кейде түсініксіз нәрсеге тап болу үшін
алыс ғарышты бағындырудың керегі жоқ. Тек басыңды көтеріп аспанға қарау да жеткілікті.